Нұрлан, ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам, қалайсың? Жақсы, шүкір. Жалпы кеше кездесу болды ма? Екі қыз таныстырамын, жолықтырамын деп жатыр еді. Мүлде, вообще. Кімнің уақыты болмай қалды? Кім болған кезде сәл ойлану керек болып тұр маған. Екі жаққа да, екі тарапқа да. Кешегі эфирге байланысты Назгүлмен сөйлестің ба? Хабарласып, өз пікірін айттың ба? Сол айттым ғой, екі тарапта да шешу керек болып тұр ғой, ше. Бірінші қай тарап шешіп аласың? Либо екеуі де бар, либо екеуі де жоқ. Нақты айтамын. Жалпы өміріңде ең үлкен қателігің қандай болды, және сол қателіктен сабақ алдың ба қазіргі таңда? Қателік көп қой. Әр қателіктен бір сабақ алып, кішкене ой өзгертіп, көзқарас өзгертіп келе жатырмық қой. Әлі мен талай қателесем, сол қателіктерді түзеп кішкене естетін уақыт келген сияқты. Саралап, әйтпесе қуып кеттім. Қазір қаншадасың? 27-те. Талқар бүгін ортаға шығуға қатты айналып жатқан сияқты. Иә, ассалаумағалейкум. Қалай Талқар? Жақсы, шүкір, өзің қалайсың? Жақсы. Қыз қалай? Кездесу қалай? Қыз жақсы, шүкір. Кездесулер болып жатыр, танысып жатырмыз. Негізі балалық шағында кім болуды армандадың, Талқар? Актер болдым. Шынымен мектептен айтқам, актер боламын мен. Сол арманға жеттің ба қазіргі таңда? Жоқ. Хотя бы кішкене болсын сериалдарға түсіп. Ондайлар бар, бірақ мен жеке өзім главный рөлде болып түскім келеді ше. Алдыда енді мақсаттар бар, сұхбатын шығарамыз. Өмірде ең үлкен қателігің қандай болды, және сол қателіктен сабақ алдың ба қазіргі Ең таңда? үлкен қателігім сол уақытымды туры пайдалана қалдым. Уақытты, көп уақытымды өткізіп алдым. Жастық шақты дейсің ғой. Иә, сол ең қателігім. Шыңғыс, Гүлназдан хабар бар ма? Гүлназдан хабары жоқ. Гүлназ қайдасың? Басқа біреу болса да болады. Гүлназға тапқан жоқ. Сол әшейін қалжың ғой негізі. Қалжың деп түсіндіңдер. Бұндай ешқандай Гүлназ жоқ. Негізі өміріңде осы уақытқа дейін болған ең үлкен қателігің қандай? Ең үлкен қателігім ба? Сол қателіктен сабақ алдың ба қазіргі таңда? Иә, біреуді ұрмау керек екен негізі. Вообще төбелеске жоламау керек екен. Және төбелеске жақынсың. Иә, төбелеске жақын. Вообще төбелесіп керек емес. Әр адам әртүрлі болады екен. Кейбір өзі төбелеске шақырады да артық қиын болып кетеді достар. Сен балалық шағында кім болуды армандадың? Балалық шағында мен полиция болуды армандадым, сотрудник болуды. Оның өзінің жеке себептері бар. Мүмкін возможность болса, эфирде айтамыз, возможность болмаса айтып керек емес. Арслан, ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Қалың қалай? Шүкір, жақсы, өздеріңіз қалайсыздар? Шүкір, аман сен. Жалпы өміріңдегі ең үлкен қателігің қандай, және де сол қателіктен сабақ алдың ба қазіргі таңда? Бірде ең үлкен қателік қызбен бірге тұрған. Сабақ алдым ол. Вообще тұрмастай болып қалдым короче. Алдында айтқаның ба? Иә, үйленгеннен кейін тұру керек екен. Ата бүкіл қызға кетеді. Үйленбестен тұрсам. Және де балалық шағыңда кім болуды армандадың? Сол арманға қазіргі таңда жеттің ба? Жоқ, футболист болуды армандадым. Футбол ойнағанмын ғой мен кезінде. Бардым. Қазір бар футболға қызығатыныңды біраз білмейтін сияқты. Негізі хоббиің қандай? Футбол ғой негізі. Футбол ойнап жүрдім. Қазір уақыт жоқ. Футболға да ештеңе келеді. Үйге барасың жатып ұйықтайсың. Болды. Оны Гүлназға уақыт тауып жүрсің ба? Гүлназ жұмыста ғой, целый день, как всегда айтқандай. Таңертең кетеді, кешке келеді, шаршап келеді. Сен үйде бол жұмыста. Иә. Бұйырса шығамыз. Жұмысқа ма әлде ортаға ма? Жұмысқа да, ортаға да, бүкіл жаққа.